Мен саған сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаймын. Менің отбасым бүкіл әлем бойынша. Бұл сенің аспазың, балалар. Бәрі жақсы. Сәрсенбідегі менің хабарламама қош келдіңіз. 28-ші аптаға қош келдіңіз. Мен қатты толқып тұрмын. Біз 7-ші қазанға жақындап келеміз. Бұл салада бұрын соңды болмаған ең үлкен желі қолданушысы менің тәлімгерім Тато Шри Виджай Ишваран мен шебердің туған күні. Жоспарлаңыз. Бүгінде Фкан 2022 бірінші күні Пинанг, Малайзия. Физикалық тұрғыдан шын мәнінде бұл Фкан сияқты нәрсе болады. Билеттер осылай сатылуда. Фканға 2 ай қалғанына қарамастан рекордтық билеттер сатылымы. Бәрі жақсы, сондықтан құрылғыңызбен сөйлесіңіз, кез келген адаммен сөйлесіңіз және Фкан билетін алыңыз, балалар. Бәрі жақсы, біз бәріміз қайтадан бет келіп, құшақтасып, бір-бірімізге қол тигізіп. Осы сахнада ұлы негізін қалаушыларымыз Жапарас Бисмарк пен Тато Шри Виджай Ишванның күшін сезінетін уақыт жақындап қалды. Мен күте алмаймын, балалар, жарайды. 28-ші аптада мен барлық мұсылман бауырларыма мүбарак сыйлаймын, өтінемін. Менің сүйіспеншілігімді отбасыңа, ұжымыңа және ата-анаңа деген терең құрметімді жеткізші. Мен сені жақсы көремін. Барлығына мүбарак сыйла. Және 28-ші аптаға қош келдіңіз. Бәрі жақсы. Мен осы аптада сәрсенбі күнгі жолдауымды жеткіземін және сізге жеке тұлға ретінде жүгінемін. Мен мұны қалай айтарымды білмеймін. Мен камераға жақындауға тырысамын. Бірақ менің атым Патман Синати Раджа. Мен бүкіл әлем бойынша ұйымның басшысымын және осы 2 ұлы негізін қалаушы Жапарас Бисмарк пен Тато Шри Виджайның мүддесін қорғаймын. Егер сіз менің сәрсенбідегі хабарламамды бірінші рет көріп отырсаңыз, бұл мен апта сайын түсіретін және шамамен 9 жыл бұрын басталған бейне. Баяғыда ал Арун Джордж маған бұл сала тарихындағы ең ұзақ жұмыс істейтін желілік маркетингтік бейнелер сериясы болуы мүмкін екенін айтты. Керемет. Мұның бәрі барлаудан кейінгі барлауды қолдау ретінде басталды және қазір ол ешқашан тоқтамайды. Себебі Тато Шри Виджай маған уәделерімді орындауды үйретті және өз міндеттемелеріме адал бол. Қазір, бүгін, мен сенімен, кім болсаң да, қазір қайда болсаң да сөйлескім келеді. Бәрі жақсы ма? Мен сені өмір бойы шағын саяхатқа апарғым келеді. Бүгінгі күн аздап эмоционалды болды. Мен анам туралы көп ойландым. Жаратқан ие оның жанын жарылқасын. Оның отбасы туралы. Оның қаншалықты маңызды екендігі және біздің бала кезімізден бастап, бүгінгі күнге дейінгі осы дүниедегі саяхатымыз туралы немесе сіздің желіге саяхатыңыздың өзі маңызды емес. Дәл солай. Мені өте мұқият тыңдағаныңды қалаймын. Көрдіңіз бе? Біз бәріміз осы дүниеде туылғанбыз. Біз өз ата-анамызды таңдамайтынымызды білесің ғой. Мен саған бұл туралы талай рет айтқаным есімде. Біз өз ұлтымызды, дінімізді, туған жерімізді немесе дүниеге келу жағдайымызды таңдамаймыз. Біз қашан өлетінімізді шешпейміз. Бұл оның шешімі. Біздің өліміміздің мән жайын біз шешпейміз. Бірақ туылу мен өлімнің арасында Құдай сізге таңдау құқығын беретін уақыт аралығы бар. Осылайша сіз өзіңіз таңдай аласыз. Сіз қалай өмір сүресіз, әлемге, қоғамға, отбасыңызға қалай әсер ете аласыз. Және біз бұл таңдауды кейде ең ақылға қонымды емес тәсілдермен қолдандық. Сен де, мен де, осы бейнені көріп отырғандардың бәрі, біз бәріміз, мен айтқандай, дұрыс емес шешімдер қабылдадық. Өкінеміз бе? Иә, өткенді өзгерте аламыз ба? Жоқ. Біз алға жылжу арқылы жаңа шешімдер қабылдауға тым қорықпаймыз ба? Жоқ. Біз әрқашан өзіміз шешім қабылдауымыз керек. Доктор Стефи Джей айтқандай, біз бұл шешімдерді қалай қабылдайтынымыз туралы дана боламыз деп үміттенейік. Міне, бірнеше күн бұрын, бірнеше сағат бұрын, бірнеше ай бұрын, бірнеше жыл бұрын сіз шешім қабылдадыңыз. Сізге қаншалықты елеусіз болып көрінсе де, сіз тіркелуге, өнімді сатып алуға шешім қабылдадыңыз. Ол биодиск, сағаттар, арзан, содан кейін демалыс болсын, қызметтер пакеті, таза үй сатып алу үшін не таңдасаңыз да, бәрі жақсы және сіз тіркелдіңіз. Сіз өзіңіздің атыңызды, телефон нөміріңізді, кез келген нәрсені көрсете отырып, бірнеше мәліметтерді басып, құпия сөз жасадыңыз. Аналар бұл есімді өздері ойлап тапты. Иә, және бұн, сіз кнеттің тәуелсіз өкілі болдыңыз. Және сізде бақылау орталығы, банк шотына ұқсас шот сияқты нәрсе бар. Бұл жай ғана виртуалды шот екенін білесіз. Бірақ бұл виртуалды шот көптеген болашақ ұрпақ үшін сіздің мұраңыз болуы мүмкін. Бұл сіздің отбасыңыздың, қауымдастығыңыздың, болашағыңыздың тағдырын өзгертуі мүмкін. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, бұл сіздің балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің және көптеген кейінгі ұрпақтардың өмірін
өзгертеді. Сіз қабылдаған шешім қандай да бір қажеттілікке байланысты болды. Сол сәт есіңізде ме? Бұл туралы ойланыңыз. Не болған жеріңізде өзіңізді жаман сезіндіңіз және одан құтылғыңыз келді? Не сол презентацияда сізді таныстырған осы тамаша адам және сіз оған әрқашан ризашылық білдіруіңіз керек? Сәрсенбіде осы хабарламадан кейін оларға хабарлама жіберді. Олар белсенді ме, жоқ па? Тек рахмет айтыңыз. Олар сенің бойыңда алға ұмтылуға, қайтадан армандауға және басқаша өмір сүруге талпындыратын бір нәрсені тудырды. Ал сен бұл сапарды бастадың, және бұл жолда сіз түпкілікті мақсатқа жетесіз. Мен оны қаржылық еркіндік немесе ең жоғары табыс деп атаймын, немесе оны қалай атасаңыз да. Сізде күмәнданатын кездер болды. Бұл қалыпты жағдай. Мен де солай ойладым. Басқалары сияқты. Маған Датосри Виджай ғана емес, басқалардың да күмәнінен арылу бақытына ие болдым. Бұл бәрінде бар. Өзіңе күмәнданатын кездерің болды. Желіде немесе офлайн режимінде бірдеңе оқып, компанияға күмәнданатын кездерің болды. Бірақ сіз бұл күмәнді жеңдіңіз. Және менің ойымша, сіз күмәнді жеңген сайын күшейе түсесіз. Бұл сіздің ынта жігеріңіз бен қабылдаған шешіміңізге берілгендігіңізді растайды. Бұл күмән сіздің шешім қабылдауға немесе арманыңызды жүзеге асыруға кедергі келтіруіне жол бермейді. Және сіз әрі қарай жүре бересіз. Содан кейін сеніміңіз сізбен бірге өсе бастайды. Сіздің бірінші тіркелуіңіз, немесе сіздің бірінші чегіңіз, немесе екінші чекке жетуіңіз, немесе сіздің циклыңыз, немесе басқа бірдеңе болып жатыр. Және сіздің құмарлығыңыз бен сеніміңіз сіздің бойыңызда күшейе түседі. Бір күні сіз желі қызметкері боласыз. Сіз Датос Ли Виджай Ишванның жауынгері боласыз, және сіз мұны қалайсыз. Сіз жаңа нарықтарды немесе елдерді ашқыңыз келеді. Содан кейін сіз қиындыққа тап боласыз, және сізді тағы да күмән басып, көңіліңіз түсіп, қорқыныш басып, қайтадан бас тартқыңыз келеді. Бірақ содан кейін біреу сізге қоңырау шалады. Немесе сіз сәрсенбідегі хабарламаны, немесе Инстаграмдағы тікелей эфирді көресіз, немесе Вканға келесіз, немесе Ютубтегі Датоның бейнесін көресіз, және сіз жарайды. Мен бас тартпаймын, мен жүре беремін. Мен саған мынаны айтқым келеді. Бұл сенің саяхатың. Бұл сенікі, менікі емес. Бұл Датос TVJ емес, Жапон ән емес. Бұл сенің саяхатың. Біз шешім қабылдай алмаймыз. Сен үшін. Біз бұл саяхатты қалай аяқтайтыныңды таңдай алмаймыз. Біз сізге кеңес бере аламыз. Бағыт, бағдар бере аламыз. Қиын күндерде қолыңыздан ұстап, қажет кезде шабыттандыра аламыз. Бірақ, сайып келгенде, сіз бұл сапарды қалай жасағыңыз келетінін өзіңіз шешуіңіз керек. Және сіз бас тартқыңыз келетін кез келген сәтте, күмән күшейген кезде, қиындықтың үлкен болғанда, дағдарыстың күшті болғанда, сіз бас тартқыңыз келе ме, жоқ па, соны шешуіңіз керек. Кету керек пе, жоқ па, өйткені бұл таңдаудың да мүмкіндігі бар. Бұл сіздің болашақ ұрпақтарыңызға әсер етеді. Сіз Адлияны, Арунаны, Сатаны, Дэвидті табу үшін бір ғана презентация қашықтықта болғаныңызды түсінбей тұрып, тым ерте бас тартасыз. Сіз жапондық Бисмарк пен Датос Ли Виджайды табу үшін 3 презентация қашықтықта болуыңыз мүмкін. Жарайды. Немесе адамгершілікті табу үшін 5 презентация қашықтықта болуы мүмкін. Мен сияқты арманшыл жауынгермен не істеп жатқаныңды таңдауда абай болу керек. Сіз кімді тыңдайтыныңызға мұқият болуыңыз керек. Өйткені дұрыс емес уақытта дұрыс емес адамды тыңдасаңыз, ол сіздің ақыл, ойыңыз бен жүрегіңізді ластауы мүмкін, және сіз мұны істей аласыз. Сіз серпін алып, өсіп, күшейе бастаған кезде, бұл бизнестен мерзімінен бұрын кетіңіз. Мен сізге мынаны еске салғым келеді. Нөлден максималды табысқа дейінгі барлық жол, нөлден қаржылық еркіндікке дейінгі барлық жол өзгерістерге байланысты. Сіздің таңдауыңыз, сіз үнемі татуировка жасататыныңызға, күн сайын немесе апта сайын міндетті түрде презентация жасайтыныңызға байланысты. Сәрсенбіде хабарлама жіберуді таңдайсыз ба? Не болса да, сәрсенбіде бұл хабарды ешқашан тоқтатпайсыз немесе бас тартпайсыз. Хабар. Мұның бәрі біз қандай таңдау жасайтынымызға байланысты. Және сіз жасай алатын ең үлкен қателік, әсіресе сізді бақылап отырған жаңадан бастағандар, бұл сапарда дұрыс емес таңдау жасағаныңыз. Сен түсінесің бе? Мен сізге кеңес беремін, және бұл сапар ұзақ емес, қысқа емес. Бұл сіздің сапарыңыз екенін айтамын. Және ол сізден бұл саяхаттың жай ғана бизнес емес, бұл жай ғана желілік маркетинг емес екенін мойындауыңызды талап етеді. Бұл презентациялардың саны мен чектің көлемі туралы емес. Бұл сіздің өмір жолыңыз. Дата Шри Виджай маған айтқандай, бұл бизнес сіздің өміріңізге айналғанда,
Бұл сіздің өміріңізде ең жақсы таңдау жасағаныңызды білдіреді. Мен сізді Кнет фанаты болуға мәжбүрлемеймін. Бұл Кнет. Мен Кнет үшін өлуге дайынмын. Жоқ, мен бұл сапарды бастау сіздің таңдауыңыз екенін білгеніңізді қалаймын. Мен сізден өтінемін, және бұл сіздің өміріңізде жасаған ең жақсы таңдауыңыз екенін айтамын. Бірақ оған бөтен адам сияқты қарамаңыз. Сонда сіз жетістікке жете алмайсыз. Сіз қолыңыздан келгеннің бәрін жасай алмайсыз. Егер сіз Кнетті өзіңізден басқа нәрсе ретінде қабылдайтын болсаңыз, онда негативтерге, қиындықтарға, дағдарыстарға бұл байланысты үзу өте оңай болады. Білесіз бе, егер сіз Кнетке кабель арқылы қосылған болсаңыз, онда сіз тек қашықтықта боласыз. Қандай қашықтық? Бұл кабельдік арналардың тым көп екенін, және кейбір жағымсыз ақымақтардың желілік маркетингке сенбейтін туыстарының, осы үлкен саланы түсінбейтін үкіметтің кесірінен тым көп мүмкіндіктер бар екенін білдіреді. Репортер, журналист, кез келген адам, және Кнеттен ажыратудың алдын алудың жалғыз жолы. Кнет сіз болғанша, және сіз Кнетті өзіңізге жақындату. Бұл енді сіз айналысатын бизнес емес, бірақ ол сіздің өміріңіздің бір бөлігіне айналады. Өйткені мен Марк Цукерберг, Билл Гейтс және Виджей Страхованстың өз компаниялары туралы бөлек нәрсе ретінде сөйлескенін көрмеймін. Олар бұл туралы өздері сияқты айтады. Біздің арамызда ешқандай айырмашылық жоқ. Сіз бен Кнет арасындағы қашықтық неғұрлым үлкен болса, адамдар келіп, сізді мәңгілікке ажырата алатындай мүмкіндіктер. Араларыңызда кеңістік соғұрлым көп болады. Бірақ бизнеске жақындаған сайын, оның не екенін жақсырақ түсінесіз. Бұл жай ғана бизнес емес. Бұл сіздің өмір жолыңыз. 10 жылда, 5 жылда, 3 жылда, иншаллахта, 2 жылда болатын оқиғаның әлеуеті адам сенгісіз. Бірақ сіз мұны сапарыңыздың бір бөлігі ретінде қабылдауыңыз керек. Бұл өмір жолы, және бұл сіз бүгін жасауыңыз керек жалғыз таңдау. Өйткені ол сіздікі болған сәтте сізге ештеңе кедергі бола алмайды. Сондықтан мен әрқашан Кнетте болма деп айтамын. Кнет сізде болуы керек. Және сіз бұл таңдауды жасаған сәтте сізге ештеңе кедергі болмайды. Және бұл сіздің өміріңіздегі барлық нәрселерден бас тартқаныңызды білдірмейді. Менің өмірім қалыпты. Бірақ бұл менің өмірім екенін де білемін. Мен Кнетте емеспін. Мен Кнетте емеспін. Бұл бақылау орталығы мен үшін емес, көптеген болашақ ұрпақ үшін. Мен кәсіпкермін. Солай емес пе? Бұл менің өмірімдегі ең үлкен мүмкіндік және сізге қажет. Сіз оны қабылдауыңыз керек екенін түсіну үшін, сонда ғана сіз сол сенімді жеткізе аласыз. Сол құмарлықты жеткізе аласыз, және қандай жағдай болмасын, күшті бола аласыз. Өйткені егер сізде бұл бизнес болмаса, Кнет сізде болмаса, сіз жай ғана бас тартасыз. Түсіндің бе? Түсіндің бе? Бұл кездесу емес. Бұл қулық емес. Бұл жазғы романтика емес. Бұл неке. Бұл отбасы. Қол астындағылар үшін әке мен ана болу деген осы. Бұл ұзақ мерзімді міндеттеме. Бұл бір сәттік пайда емес. Сіз желілік маркетингпен айналыспайсыз. Сіз Кнетке тек көңіл көтеру үшін ғана кірмейсіз. Сіз оған өз міндеттемеңізді, армандарыңызды білдіру, өмір жолыңыз туралы айту, жүздеген және мыңдаған адамдарды шабыттандыру үшін кіресіз. Мыңдаған және миллиондаған адамдар, иншалла, бір күні өз өмірлерін және біз өмір сүріп жатқан әлемді өзгертіп, адамдарға кәсіпкер болуға мүмкіндік береді. Бірақ сіз мұны өз өміріңізге енгізуіңіз керек. Бұл жерде шекара жоқ. Оны ажырата алмайсыз. Бұл менің өмірім және бұл Кнет. Бұл ешқашан жұмыс істемейді. Барлығын біріктіріп, содан кейін ұшасыз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сондықтан есіңізде болсын. Балалар, бұл сіздің саяхатыңыз, өміріңіз. Сізді ешкім ештеңеге мәжбүрлеген жоқ. Ешкім сізді ештеңе істеуге мәжбүрлей алмайды. Бірақ мен сенің дұрыс таңдау жасағаныңды қалаймын. Сіз бірінші таңдауды кәсіпкер ретінде Кнет деп аталатын тамаша компаниядан, желілік маркетинг деп аталатын тамаша саладан бастап, ең үлкен құрылтайшылары Жапа мен Датусвы
жітір. Енді көбірек таңдау жасаңыз. Бірізділікті сақтауға мүмкіндік беретін таңдау жасаңыз. Қандай жағдай болмасын, жауынгер боламын деп шешіңіз. Бұл енді жай ғана бизнес емес. Өміріңіздің бір бөлігі, отбасыңыздың бір бөлігі деп шешіңіз. Сіз кінетте жоқсыз. Шешім қабылдаңыз. Сіз кінетте емессіз, бірақ кінет сіздің ішіңізде. Қандай жағдай болмасын, ешқашан кетпейтіндігіңізді шешіңіз. Сіз негативтен жоғары, сыннан жоғары, биікке көтерілесіз деп шешіңіз. Қиындықтардан жоғары. Өз арманыңыз үшін күресуге және өлуге дайын екеніңізді және оны сізден ешкімнің тартып алуына жол бермейтініңізді шешіңіз. Төменгі туыстарыңның балаларың сияқты болуын таңдап, оларға берген уәделеріңді орындап, оларды жақсы тәрбиеле. Қандай жағдай болмасын, құрылтайшыларға адал болу үшін таңдау жаса. Қол астындағыларға, басшыларыңызға, біздің отбасымызға қызмет етуді ешқашан тоқтатпау үшін таңдау жаса. Таңдау жасаңыз. Бұл сіздің өміріңіздегі ең маңызды таңдау болуы керек. Кінетте болу үшін емес, кінеттің сізде болуына мүмкіндік беру үшін. Бұл сіздің сапарыңыз. Бұл сапардың қай жерінде болсаңыз да, қазір сізге қаншалықты оңай немесе, қаншалықты қиын болса да, менің кеңесім, кез келген нүктеге кезіккен сайын дұрыс таңдау жасаңыз. Дұрыс таңдау презентацияны алғаш рет қашан көргеніңізге, оның себебіне, жанып тұрған тілегіне, ішіңізде болған және иә деп айтуға мәжбүр еткен қайтымсыз себепке байланысты дұрыс таңдау жасай беріңіз. Бірақ ешқашан берілме. Мен саған уәде беремін. Сен табысқа жетесің. Өйткені сен кінетте жоқсың. Кінет сенің ішіңде болуы керек. Мен сендерді жақсы көремін.